Сәлем достар, бүгін мен сіздерге пицца жасаудың ең оңай түрін көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге жылы сүт керек. 1 шай қасықпен дрожж саламыз. Жарты шай қасықпен тұз саламыз. 2 ас қасық сұйық май құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстінен ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды көтерілуге қоямыз. Салмасына сырды үккіштен өткіземіз. Колбасаны жіңішке етіп турап аламыз. Помидорды да жіңішке етіп турап аламыз. Көтерілген қамырды алып, оны 2 бөлікке бөлеміз. Жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырдың қалыңдығы 1-1,5 см болу керек. Үстіне соус құямыз. Өздеріңіз жасасаңыздар да болады, кетчуппен де болады. Оны жақсылап қамырға жайып шығамыз, біркелкі етіп. Пиццаның салмасын саламыз. Сыр, колбаса, помидор, рет-ретімен. Қызып тұрған пеште 180 градусқа 10 минутқа жібереміз. Осымен пиццамыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.